Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздермен өте қарапайым жолмен жасалатын картопты лаваштың рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен картопымызды суға салып, тұзын салып, толықтай пісіріп аламыз. Кейін суын төгіп, картоптарымызды жақсылап еземіз. Енді аскөгімізді ұсақтап турап, картопымызға салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мендегі аскөк бұл укроп және петрушка. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнаған кез келген аскөкті қоссаңыздар болады. Мәселен, көк пияз деген сияқты. Енді аз-аздап ұнымызды саламыз. Бірден көп ұн салудың қажеті жоқ, себебі қамырымыз қатты болып кетуі мүмкін. Мына жерде мен сұйық май қосуды ұмытып бара жатыр екенмін. Міндетті түрде 4 ас қасық сұйық майымызды құйып, барлығын араластырамыз. Енді дастарханға ұнымызды сеуіп, картопты массамызды түсіріп, қамыр илейтін боламыз. Видеода көрсетілгендей екі қолымыздың көмегімен жайлап, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнның мөлшерін рецептке жазбаймын, себебі әркімде әртүрлі мөлшерде ұн қажет болуы мүмкін. Сондықтан қамыр өзіне қаншалықты ұн алатынына қарай отырып, аз-аздап ұн қосып отыру қажет. Менде осындай қолға жабысқақтау қамыр шықты. Енді оған сәл ғана ұн сеуіп, тағы бір мәрте илеп аламын. Міне бізде осындай жұмсақ және жұмыс істеуге өте ыңғайлы қамыр пайда болды. Енді дастарханға ұнымызды сеуіп, видеода көрсетілгендей батон тәріздес қылып, жіңішке етіп қамырымызды илеп аламыз. Кейін оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Енді әр бөлігін домалақтап, дайындап аламыз. Енді ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп қамырымызды жаямыз. Жұқалығы шамамен 1 мм болуы тиіс. Міне жұқалығы осындай видеода көріп тұрғандай болуы тиіс. Бұл қамырмен жұмыс істегенде өте ыңғайлы. Барлық қамырларды дәл жаңағыдай жаятын боламыз. Және де лаваштың көлемін өз табаңыздың көлеміне келетіндей етіп жаямыз. Кейін қызып тұрған құрғақ табамызға лаваштарымызды салып, екі жағынан қызартып, жақсылап пісіріп шығамыз. Лаваштарымыздың әрбір жағын пісіру шамамен 3-4 минуттай уақыт алады. Дәл осылай барлық лаваштарымызды пісіріп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай лаваштарымыз осылай әдемі болып қызарып піседі. Өте керемет иіс шығып жатыр. Картоп пен аскөктің ыстықтай иісі өте дәмді иіс. Міне достар, біздің картопты лавашымыз дайын. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін.
Бұл лаваштың ортасына тауық етін немесе ірімшікті орап ұсынсаңыздар болады. Кәдімгі лаваштың орнына қолдана беруге болады. Рецепт ұнаған болса, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Және де каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписаться белгісін басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.